Сәлем достар. Алияр, біз бүгін өлі және тірі табиғатты зерттеп, олардың айырмашылықтарын, қасиеттерін қорытындылап айтатын боламыз. Алияр, бізге ол үшін нелер қажет? Су, тас, жапырақ. Дұрыс айтасың. Осы үстел үстіндегі заттарды қолданатын боламыз. Қане тасты алып суға салайықшы. Не болды? Тас суға батып кетті, ол ауыр. Дұрыс айтасың. Енді жапырақты сала қой. Жапырақ суға батқан жоқ, ол жеңіл. Дұрыс айтасың. Енді тағы қандай қасиеттері бар екен? Қолмен ұстап көрші. Тас. Тас өспейді, көбелмейді, сынбайды. Онымен сындырсаң сынбайды. Дұрыс айтасың. Жапырақ сынады, қолмен сындырсаң тез сынып кетеді. Дұрыс айтасың, Алияр. Сонымен осылардың қайсысы тірі табиғат, қайсысы өлі табиғат? Тас өлі табиғат, ол көбеймейді, сынбайды, қозғалмайды. Дұрыс айтасың. Ал жапырақ? Жапырақ тірі табиғат, ол өседі, ағашта өседі, су құйса өседі, су құймаса өліп қалады. Дұрыс айтасың. Бүгін біз зерттеу жұмысында нені зерттедік? Тас пен жапырақ. Дұрыс айтасың. Қорытындылай келе зерттеу жұмысымызды қандай тұжырымға келдің? Тас? Тас тығыз, ол ауыр, қатты. Дұрыс айтасың. Ал жапырақ? Жапырақ тірі табиғат, ол жеңіл, ауыр емес, ағашта өседі. Дұрыс айтасың, Алияр. Бүгін саған зерттеу жұмысы ұнады ма? Иә. Алияр, бүгін зерттеу жұмысына қатысқаның үшін саған көп рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.